Бәрекелді мінеке қымбатты көрермен, баршамызда Салтанат Сұлтанова ханымның балаларға арналған тамаша әндері мен өлеңдеріне куә болды. Бүгінгі шарада өнер көрсеткен барша бүлдіршіндерге мыңдаған алғыс білдіреміз. Өнерлеріңіз үстем болсын. Ал қазір ортаға сөз сөйлеу үшін президенттің мәдениет жөніндегі және татарлар мен башқұрттар конгресінің орынбасары, Қазақстан Республикасы мен Татар Республикасының білім, мәдениет және денсаулық сақтау саласының еңбек сіңірген қызметкері, алтын және күміс медаль иегері, Сарман бұлбұл татар халық ансамблінің жетекшісі Ғалымжан Ирайұлы мырзаны шақырамыз. Калиев ағамның шәкіртім, Ибрагим ағам Мүсіпбаевтың шәкіртім, Латиф ағамыз Хамидиннің шәкіртім. Сосы замантығы заманда балалар қазақша әндер айтқан үшін біз төрмеге отырықта жазылады. Заман сондай болды. Енді қазіргі заман басқаша балалар. Әрбір мектептерін сақтап қалған біреуі мен болып, мақтанып айтады. Желтоқсанда татысқан біреуі мен болып. Болды, бәрі болды балалар. Сіздерге қазір Аллаға шүкір бәрі аман. Десем, қайырымызда бар, бәрімізде сіздерге бұлар. Ән айту керек, бәрі биде керек, бәрі білім керек, оқу керек. Енді бүгін салтанат сондай үлкен керемет мереке айналайын. Құтты болсын, жасым ұзақ болсын, менің жасым ұзақ жабыл атамыздың жасына жетіп, кішкентай менен сыйлық сарым. Шашып тұрған, арма жетіп қалып. Мана жаңа айттым ғой, мұнда Латиф ағамыз Хамиди білесіз ғой. Соның әндерін өскенбіз бәріміз. Ибрагим ағаның әндері, Нүсіпбаев. Сол ағалардың тоға болмай балдар. Үй арасында мен де бар, мен де тоға болмай. Бірталай қостық, бірталай жегіттен апалған біреулері мен болым. Сізге кішкентай ғана сыйлық. Мынау. Енді жаңа ғана салтанат Астана туралы қыздар айтты ғой. Қыздар, не шашу кішкентай. Сізге сыйлық. Қыздарға шашу. Кел. Бәріне тарап. Дәріңізге бәріне рахмет. Маласыз. Мен болса оқы. Енді кішкентай ғана мен келдім, бос келмедім, баяным жерім келдім. Жасым болса да, но ойым бірге бәріміз қосылып, сүйде қосыласып, қазір отырып отыр. Музыкамыз сыйлық.